Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тосаптың 3 түрін жасаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Бізге қажет болады 1,5 килограмм танақұрай, 1 килограммдай қант қосамыз. Қантты осылай бетіне стаканның көмегімен сеуіп шығамыз. Бетін жауып, салқын жерде 1 күн қалдырамыз. Қансын тұру үшін бізге қажет болады тағы да 1,5 килограмм танақұрай. Бұны басқа түрғып жасаймыз. 1 килограмм қант қосамыз. Дәл видеодағыдай жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болдық және 2-3 сағатқа қалдырып қоямыз тағы да салқын жерге. Үшінші түрі тосабымыздың мен құлпынайды 1 күн қалдырдым қантпен, 1 килограмм қантпен, 1,5 килограмм құлпынаймен. Енді кастрюлемізге аударып қайнатуды бастаймыз. Мен және үстіне жарты стакандай қант қостым. Тосабымыз қайнады. Енді бетіндегі көбігін алып, көбіктерін алып аламыз. Тосабымыз дайын болды. Және мен банкамды осылай мантыварканың көмегімен парлап алдым. Енді тосабымызды банкамызға құямыз. Құлпынайдың тосабы дайын болды. 1 түн бойы тұрған танақұрайымыздың тосабын енді ыдысымызға, кастрюлемізге құямыз. Танақұрайымыздың да көбіктерін алып шығамыз. Танақұрайдың тосабы дайын болды. Мінекей өте дәмді болып шығады. Қысқа өте пайдалы тосап. Парланған банкімізге құйып шығамыз. Қақпағын жақсылап жабамыз. Танақұрайдың 3-ші түрі қантқа араластырылған. Бұны пластмас ыдысымызға салып, морозилкаға салып қоямыз. Бұл өзінің дәмін қалдырып тұрады. Қыста шаймен ішкенге өте дәмді болады. Тосаптарымыз дайын, ас болсын. Егер мен рецептім сіздерге ұнаса, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Маған жазылуды ұмытпаңыздар. Видеоны толық көргендеріңізге рахмет.